қызылшадан селедка қосылған өте дәмді рулет дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамыздың ақуызынан сарыуызын ажыратып аламыз. Сарыуыз ақуызға кіріп кетпеу керек. Мұқият болыңыздар. Миксердің ең жоғары жылдамдығында миксерлейміз. Миксерлеу барысында шым-шым тұз салып жібереміз. Міне осындай аппақ көбік болған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Алдын ала қайнатылған қызылшамызды ұсақ үкіштен өткіземіз. Оған сарыуызымызды, тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң ақуызымыздың жарты бөлігін салып, лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Бұл кезде біздің үлкейіп тұрған массамыз түсіп кетпеу керек. Сол үшін мұқият болыңыздар. Менің сарыуыз салып жатқан жерім камераға түспей қалыпты. Айып етпеңіздер. Соңынан жүгері крахмалын қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Осымен қамырымыз дайын. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құямыз. Егер пергамент қағазының сапасында күмәндарыңыз болса, оны майлап алғандарыңыз дұрыс. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Жақсылап бір тегіс қылып жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Оға дейін салмамызды дайындап аламыз. Творожный сырымызға майдалап туралған аскөкімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай столдың үстіне пищевая пленкамызды төсеп, суылған бисквитімізді төсейміз. Сонан соң начинкамызды салып, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Ұзынша қылып туралған селедкамызды саламыз. Жақсылап рулет қылып ораймыз. Тығыз қылып орағандарыңыз дұрыс, сол кезде әдемі рулет болып шығады. Жақсылап пищевой пленкаға орап, бір түнге холодильникке салып қоямыз.